Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақ әдебиеті пәнінен өткен сабақта Керқұла атты Кендебай ертегісінің мазмұнымен таныс болдыңыздар. Бүгінгі сабағымызда әрі қарай жалғастыратын боламыз. Балалар, ерлік дегеніміз не деген сұрақ қойғым келеді? Ерлік дегеніміз қиын қыстау сәттерде қауіп-қатерге қарамай, отанын, жерін, жақындарын қорғау үшін батыл да жан қиярлық әрекет етуді айтамыз. Мысалы, біреуге көмектесу, әділетсіздікке қарсы тұру, шындықты айту да ерлікке жатады. Олай болса, балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Кендебайдың ерліктері деп аталады. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсатына тоқталатын болсақ, көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашатын боламыз. Балалар, аудио нұсқаны тыңдамас бұрын сіздерге әдеби теориялық ұғым туралы түсінік бергім келеді. Кейіпкер дегеніміз көркем шығармада суреттелетін оқиғаға қатысушы адам, әдеби образды айтамыз. Портрет дегеніміз әдеби кейіпкерлердің сыртқы көрінісін, кескін келбетін, бой тұлғасын суреттеуді айтамыз. Олай болса, балалар, аудио нұсқаны тыңдайық. Кендебай ай сайын емес, күн сайын өсіпті. 6 күнде күліпті, 60 күнде жүріпті. 6 жылда алып жігіт болыпты, сондай күшті болыпты. Алысқанын алып ұрыпты, күрескенін шыға беріпті. Шыңырау құдыққа құлаған атандарды жалғыз өзі тартып шығара беріпті. Аң аулап әкесіне жәрдемдесіпті. Бара-бара құлан атыпты. Құралайды көзіне тигізген мерген болыпты. Арқар мен киікті, құлан мен маралды мая-мая үйіп тастапты. Қарасудың бойындағы жыртық үйлі кедейлер қарық болыпты да қалыпты. Күндерде бір күн Кендебай аң аулап жүрсе, Қаратаудың ойында, терең құздың бойында, арыстандай көкжал бөрі бір буаз биені жаңа ғана жарып, жегелі жатыр екен. Кендебай жүгіріп барып, көкжалды құйрығынан ұстай алып, бұлғап-бұлғап лақтырып кеп жіберіпті. Қасқыр арс етіп, аузын қисаңдатып, өліпті де қалыпты. Кендебай қасқырдың терісін сойып алып, биенің қасына келсе, бие жанталасып, өлгелі жатыр екен. Кендебай алмас қанжармен биенің қарнын жарып жіберіп, құлынын суырып алыпты. Арыстай еркек құлын екен. Кендебай құлынды үйіне алып қайтыпты. Оны құланның сүтімен асырапты. Оқушылар, біз ертегіден үзіндіні тыңдадық. Енді Кендебайдың портретін бірге анықтайық. Кендебай кім? Бұл жерде сіздер кейіпкер портретін анықтайтын боласыздар. Яғни дескриптор Кендебайға тән қасиеттерді жазып шығасыздар. Оқушылар, өзіңізді тексеріңіздер. Яғни Кендебай батыр, адал, жанашыр, қамқор, қайырымды, мейірімді, ержүрек батыр болып табылады. Олай болса, балалар, біздер Кендебайдың портретін нақтылап алдық. Енді Кендебайдың ерлік істеріне көшейік. Ол үшін ертегіден үзінді оқиық. Аң аулап әкесіне жәрдемдесіпті. Арқар мен киікті, құлан мен маралды мая-мая үйіп тастапты. Қарасудың бойындағы жыртық үйлі кедейлер қарық болыпты да қалыпты. Бұл жерден, балалар, біздер Кендебайдың елін асырағандығын көре аламыз. Кендебай қасқырдың терісін сойып алып, биенің қасына келсе, бие жанталасып өлгелі жатыр екен. Кендебай алмас қанжарымен биенің қарнын жарып жіберіп, құлынын суырып алыпты. Бұл жерде Кендебай
құлынды құтқарады. Кендебай Керқұлаттың қанжығасындағы қоржынын алып келіп, арыстанның азуын, жеті басты дәудің көздерін ханның алдына қояды. Хан разы болып, зынданда жатқан Мергенбай батырды, оның әйелін, қолға түскен басқа адамдарды азат етеді. Бұл жерде қойшы баланың ата-анасын құтқарады. Балалар, бұл ертегінің соңында қойшы бала өзінің ата-анасымен, елімен қауышып, ұлан асыр той жасайтынын барлығымызда білеміз. Олай болса, ертегінің қаншалықты меңгергендігімізді келесі тапсырмаларды орындау арқылы өз білімімізді тексерейік. Бұл тапсырмада іс-әрекетіне қарай кейіпкерді сәйкестендіріп табатын боламыз. Бұл тапсырманың дескрипторы іс-әрекетіне қарай кейіпкерлерді анықтайды. Оқушылар, олай болса, өз жауаптарыңызды дұрыс жауаппен тексеріп көрейік. Тау теңселіп, қозғалып, жақындап келеді. Бұл әрине ертегідегі жеті басты дәу. Алысқанын алып ұрды, күрескенін жыға берді. Бұл біздің басты кейіпкеріміз Кендебай. Қуса жетіп, қашса құтылатын, аузымен құс тістеген өрен жүйрік, бұл Керқұла ат. Арыған, тозған, ерні жалақ, басы таз, көзінде жас, көңілінде қайғы бар, бұл бізде қойшы бала. Зынданда жатқан қойшы баланың әкесі Мергенбай. Құс атып, балық аулап, күн көрген кедей Қазанғап. Балалар, Кендебайды тартып жатқан соның лебі, бұл ертегідегі арыстан. Балалар, өз жауаптарыңызды тексеріп болса, келесі тапсырмамызға көшеміз. Оқушылар, бұл тапсырма екі жақты күнделік деп аталады. Яғни, Кендебай туралы халықтың ойын бірінші жағына, екінші жағына Кендебай туралы менің ойым, яғни өз ойларыңызды жазасыздар. Бұл тапсырманың дескрипторы оқушылар Кендебай туралы халықтың ойы мен өз ойларын жазады. Оқушылар, Кендебай туралы халықтың ойы қандай деп ойлайсыздар? Әрине, халқының тұрмысын жақсартқан, елін жаудан қорғаған ер жүрек батыр. Ал Кендебай туралы өз ойларыңызды жаздыңыздар деген ойдамын. Олай болса, балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, оқу мақсатымыздағы кейіпкер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу болатын болса, бүгінгі шығармамыздың басты кейіпкері Кендебайдың образына назар аударайық. Менің атым Кендебай, халқым мені Керқұла атты Кендебай деп атайды. Себебі менің серігім Керқұла. Қара жердің төсін дүр сілкіндірген тұлпар емес, тылсым күштің бейнесі. Мен әділетсіздікке қарсы туғанмын. Жетім жыласа, жүрегім ауыр тартады. Жесір қорланса, жаным намысқа тұтанып кетеді. Бала кезімнен ақ білгем. Егер біреу қорлық көрсе, тыныш тұр деуге арым жетпейді. Қолымда найза, жанымда Керқұла, жолымда жауыздық, ал жүрегімде елім бар. Елім тыныш болса екен деп, түн ұйқымды төрт бөліп, таулардан астым, дариядан өттім. Құрметті оқушылар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Ер ел үшін туады, ел үшін өледі. Ері бар ел қор болмас деген нақыл сөздер халқының тұрмысын жақсартуға тырысқан Кендебайдай батырларға арналған секілді. Әр елдің өз батыры болады. Бүгінгі таңдағы біздің елімізде қандай батырлар бар?
осы сұрақ төңірегінде зерттеп көріңіздер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі білім алаңында жүздескенше сау болыңыздар.